Армысыздар көрермен, Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейі мен Атырау арнасының бірлескен жобасы Атырау Квест бағдарламасы. Бүгін біз Алашорданың негізін қалаушы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде ойынымызды өткізетін боламыз. Екінші айналым 5-ші шығарылым. Бірінші айналымда ерекше ойнау стилімен көзге түскен команда Гуфстан. Жас кәсіпкерлер. Команда екінші айналымға өтулеріңізбен. Команда капитаны Жеткіншек, команда мүшелері Айдана және Нұрай. Ойынға дайындық қалай? Ойынға дайындық жақсы. Бізде қазір жаңа құрам, өткені бұрынғы құрамның белгілі бір себептерге байланысты, оқуларына байланысты басқаларда оқитын еді. Сол себепті құрамды жаңартып отыр. Яғни жаңа құраммен, жаңа кәсіпкерлермен жеңеміз деген ойдамыз. Керемет. Гуфстан деп команданың 21-ші айналымында атауларын қойдыңыздар. Ерекше атау, ерекше ойын стилі. Команданың мүшелері жалпы бұрын Атырау Квест бағдарламасын көрді ме екен сұрақ көрейік. Көрдіңіздер бағдарламаны эфирден, интернет желісінен. Жалпы бұрын Квест ойнаған түрлерін білесіздер, ойнап көрдіңіздер ме? Ойнап көрген жоқпыз, но телевизор арнасынан көрдім. Ойынға дайындық қалай? Жақсы. Дайындалдық. Енді бірінші кезеңде жеңілдіктер болды, және сұрақтарда аса қатты қиын емес болды. Екінші кезеңде сұрақтар қиындай түседі. Келесі кезеңде өтесін, одан да қиындай түседі. Екінші кезеңде бүгін біз ойынымызды жоғары оқу орны, яғни Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде өткізетін боламыз. Ойын әдеттегі шарттары 8 сұрақ, 20 минут. Ойынымыз бастаймыз ба? Бастайық. Ұранымыз білеміз ба? Тек алға. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Кет. Жеткіншек ойынға жалпы тың дайындалды. Жақсы екінші кезеңге жақсы серпінмен, жақсы мотивациямен өздерін дайындалып келді деген ойдамын. Команда мүшелеріңе қандай сенім артасың, Айдананы қандай бағыттарынан көре аласың? Бұл жерде Айдана негізі андай командамыздың қалай айтады? Жүрегі деп айтуға да болады. Жүрегі? Иә. Шапшаңдығымен, сол қозғалысымен, Нұрайды ақылы, яғни математика, логика, арифметика әртүрлі. Бұл сұрақтар енді тек қана тарих қойнауына түсетін боламыз. Тарихты есепті, хисапта, сөз жұмбақта бәрі болады. Жаңылпаш мақал мәтелде болып қалуы мүмкін. Сізге де әлі беймәлім. Бірінші сұрағымыз міне жоғары оқу орнының алдында. Яғни ескерткіштер аллеясында тұрмыз. Осы ескерткіштер аллеясына байланысты болмақ. 8 сұрақ беріледі. Айтқандай 20 минут. Ойынымызды бастаймыз. Ал команда тағы да ескерте өтейін. Бірінші кезеңдегідей жеткіншек. Жеңілдік көп болмайды, бірақ жеңілдік беріледі. Яғни орысша айтқанда подсказка. Және де интернет желісін пайдалану болады, бірақ рет. Команда капитан жеткіншек өзің барлық сенім өзіңе артылады. Команда шешім қабылдайтын, сұрақтың жауабын қабылдайтын өзің, бірақ командалармен ақылдаса отырасың. Осы жерде міне ескерткіштер аллеясы. Бұл жерде Алаш орда қайраткерлері, көрнектілеріміз, қазақтың ойшылдары, елге танымал, өңірге танымал қазақтың ақын жазушылары. Ойынымыз бастаймыз. Сұрақ беріледі. Уақыт кетті. Біріншісі Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтанын сомдаған актер. Сөз жұмбақ. Сөз жұмбақ. Бірінші тапсырма сөз жұмбақ. Алаш қозғалысының қайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым дейді. Дәрігер, ұстаз, ғалым. Мына енді ашамыз, мына бірінші бет ашам, ары қарай ашайық. Мына өше толтырамыз. Сөз жұмбақ. Қалам. Жазамыз. Ең біріншісі мынау сұрақ болып саналады ғой да, Алаш қозғалысының. Міне Айдана түсті. Жүрегі. Енді екіншісі мына бастап кетеміз ба? Бастап кетесіз. Енді бұлай көлденең. Көлденең бұлай аламыз да. Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтанын сомдаған актер. Актер. Бейбарыстың рөлін. Енді қараймыз, Бейбарыстың рөлін сомдаған кім екен? Атыраудың осы жайықтың думасы. Қараймыз. Еске түсіреміз. Ал қыздар, ойланамыз. Дәл барлық сұрақтар осы жерге қатысты. Сырттан қарай ешқандай сұрақ қойған жоқпыз. Команда Қарқан жаман емес. Бірінші сөз жұмбақты ең бірінші Айдана Халел Досмұхамедов бірден тапты. Шапшаңдығы көрініп-ақ келе жатыр. Нұрмұхан Жантөрин дейді. Жантөрин, фамилия шықсамыз ба? Нұрмұхан Жантөрин, қараймыз.
қарашы сол болу керек мына бейбарыстың рөлін ойнады ғой не мәмліктің несінде. Бейбарыстың рөлін сомдаған Нұрмұхан Жантөрин. Өте дұрыс. Нұрмұхан деп тұр ха. Нұрмұхан деп жазасың, иә. Аха. Так, екінші зар заман ақыны атанған бұл сыртқа ма? Бана осы жерде болса зар заман ақыны атанған айтыскер Үшқиян шығармасының авторы. Үшқиян. Ақын кім? Ақын. Бізде Мұрат дейсің? Мұрат екен. Мынада мына бір әріп қой да. Жасыл әріп емес олар. Бұл әріп емес, мына үш әріп. Төртінші әріп. Логически. Мұрат Мөңкеұлы дұрыс. Үшқиянның авторы, зар заман ақындары, Шортанбай Қанайұлы бар, тағы да кете береді. Қазақ әдебиеті газетінде Қазақфильм студиясының бас редактор қызметін атқарған атақты Үркер романының авторы бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Кімнің сөзі? Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Мен ойымша Кекілбаев емес па? Әбіш емес па? Сонымен? Әбіш. Дұрыс па? Әбіш. Сосын? Кекілбаев. Дұрыс келіп тұр. Әбіш Кекілбаев. Келе ме екен? Әбіш Кекілбаев. Дұрыс. Аха. Оның есімімен Атырау қаласына көше атауы берілген Алаш қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі. Алашорда үкіметінің мүшесі. Қабдолов, так, Сыйлық Иманов. Мөңкеұлы, Құлманов, Бақтыгерей Құлманов осы қай жылдары өмір сүрді? Так, как там? Не, фамилияларды не отыр, қарашы. Қараймыз, мына жаққа да жүрейік, қарайық. Тек қана бұл жақта емес, жақындап қараймыз. Жүгір. Кім Мұрат Мөңкеұлын алсайсыңдар, болмайды ғой. Мұрат Мөңкеұлы болмайды. Мұхаммед Салық Бабажанов. Логикаға сүйетін болсақ, Мұрат Мөңкеұлы болмайды шындығында. Көше кімде? Бақтыгерей Құлмановта бар ғой көше. Сөз жұмбақтың басына жазылып кетті. Бақтыгерей Құлманов келіп тұр ма? Бақтыгерей Құлманов көшесі бар ғой. Бұл оның есімімен Атырауда қаласында көше атауы берілген Алаш қайраткері, Алашорда үкіметі. Қай жерде екен білесіз ба көшені? Көшені білеміз ба? Бұл Құлманов көшесі. Құлманов көшесі. Орысша Құлманов дейді, қазақша Құлманов дейді. Құлманова. Ойын шартында жоқ, әзілдеп жатқан біз толтыра береміз. Бар екен білеміз. Бар екен білеміз. Кеттік, онда келесі. Так, Исатай мен Махамбет қаһармандық ерлігіне арналған тарихи дастаны және өлеңдері Ташкентте Сәуле журналында жарияланған ақын есімі. Ақын болу керек. Сомдалған Менің Әуезов романының авторы дейді. Так, Менің Әуезовым дейді. Біздің жергілікті осы Атырау облысының, Атырау қаласының жайықтың тумасы Зыдан басталады деп айтсам. Зейнолла Қабдолов. Зейнолла? Жоқ. Қабдолов. Ол ма екен? Жоқ. Ғұман Шолақов сияқты. Мен шатастырамын негізі. Шатастырады. Ғұман Шөреков. Шатастырады екен, байқаңдар. Так. Сұрақ? Жетінші, бар ғұмырын ел мен жер мүддесіне арнаған, заң саласына өлшеусіз үлес қосқан, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әрі қайраткері Ғұман Шөреков алынып тұр, Бақтыгерей Құлманов алынып тұр, Мұрат Мөңкеұлы алынып тұр. Мына бір кісі қалды, Мұхаммед Салық Бабажанов. Біз нешінші сөз жұмбақтамыз? Жетінші сөз жұмбақ, яғни екі адам қалып тұр, екі статы. Екі. Команда неге сатысқан сияқты. Қазір ол Салық Зимановты табу керек. Ғұман мен кім? Зейнолла Қабдолов кетті, Жантөрин кетті, Әбіш кетті. Салық Зиманов қалды, екі адам қалды, қайтпасса мында кел. Мына Салық. Себебі? Мұхаммед Салық Бабажанов бар. Немесе мына Салық Зиманов бар. Сөкім көкала бұл тәрізде қаштары деп айтып беретін. Аудитория келген кезде. Мұхаммед Салық Бабажанов. Мұхаммед қой ана дұрыс қой. Мұхаммед Салық Бабажанов. Мұхаммед Салық Бабажанов па? Дұғымны. Сонымен, атасулар басталды. Қасым. Атасулар басталды. Уақытымыз бізде қанша қалды екен? 15 минут қалды, 5 минуттар. Зейнолла Қабдолов? Бұл кісі бар екен, бұны жазған жоқпыз ғой. Дұрыс. Сонымен, Зейнолла Қабдолов. Бана жерде сіздер сатастыңыздар ма? Қай жерінде? Зейнолла Қабдолов дегенде бір басқа қайраткерді айттыңыздар. Өйткені Менің Әуезім деген кітаптың авторы Зейнолла Қабдолов, мен сіздерге айтайын. Қадас кетіп болсында? Білмеймін, оны мен шешпеймін. Музей қызметкерлері, телеарна редакторлары, академик. Кім екен сонымен? Қабдолов, Зейнолла Қабдолов. Академик.
заң саласының академигі. Өлшеу қосқан кім онда? Нома? Өзінің аты мен фамилиясы да ерекше. Заң саласының салық. Заң саласының. Мұхаммед Салық Бабажан, Мұхаммед Салық Бабажан. Келе ма, қараш? Жоқ. Келмейді. Қараймыз, жүгіреміз. Ай. Ойлау, жүгіру, ойнау. Сонымен команда. Команда капитаны жеткеншек сен бірінші кезеңіне өтіп кеткеннен кейін екінші кезеңге саябырлап қалдың. Ай, дайындығың аз болды ма? Неге жеңілдік беріп қойғанбыз ғой. Жеңілдік беріп қойғансың. Бұл команда енді екінші кезеңде көп жеңілдік беріле бермейді. Зиманов, Салық Зиманов. Салық? Зиманов. Міне, дұрыс. Келесі. Енді Мұхаммед Салық Бабажанов. Соңғысы бұл арада сұрағын оқып жіберейін. Қазақ тарихы мен тұрмысына қатысты археологиялық, этнографикалық бөлімнің жұмысына елеулі үлес қосқан этнограф, ғылым еңбектері үшін ресми марапатталған тұңғыш қазақ екен. Ол бізде Мұхаммед Салық Бабажанов. Осы сұрақтың ішінде бізде академик кім? Қараңыздаршы. Академик па? Я. Так, академик. Заң саласы еңбек сіңірген қайраткер, этнограф ғылым еңбектерінің. Так, мен Мұхаммед Сама. Қазақстан әдебиетінің атақты үлкен роман бас редактор қызметпен шығармасы айтыс ақын, сонда актер. Жақсы, ол жауап бердіңіздер ғой. Бірінші сұрақты біттіңіздер. Олай осы екінші сұраққа көшеміз. Біз Досмұхаммед атындағы Атырау мемлекеттік университеттің ішіне кіреміз ба? Ішіне кіреміз, жалғастырамыз. Яғни мұражайға барамыз. Түсінікті? Музейге. Кеттік. Ең қиын болғаны сырттағы сөз жұмбақ болды. Даладағы мүсіндердің бәрі бір тип болған жерде біздер қайсысын кім екенін дұрыс біле алмадық та басында. Сосын жаңа таныс емес текпен, аты мен тегі таныс емес болды. Соларға кішкене қиналып сөз жұмбақ бойынша көп іздедік. Уақытымызды көбіне сол уақытта жоғалтып алдық. Халел Досмұхамед атындағы Атырау мемлекеттік университетінің музейі екі бөлімнен тұрады. Біріншісі университет тарихы музейі, екіншісі археология музейі. Біздер қазір міне университет тарихы музейіндеміз. Бұл музейдің негізгі мақсаты студент жастарды ғалымдармен, танымал тұлғалар қайраткерлерімен таныстыру және де қоғамдық, рухани, идеялық тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу. Алаш қайраткері Халел Досмұхамедовті кеңінен насихаттау. Екінші сұраққа көшеміз, бастаймыз. Екінші сұрақ оқимыз. Университетке кірген бойда алдыңызда үлкен стенд орналасқан. Бұл экспозицияда университеттің тарихы мен жетістіктер, сонымен қатар әйнек артында Халелдің еңбектері туралы көшірмелер орын алған. Өз кезеңінде оба індетті қарсы күрестің әдіс тәсілдерін түгел қамтыған еңбек қалай аталады және кітап мұқабасын табыңыз. Ал табамыз. Кітап мұқабасы бұл еңбек қалай аталады дейді. Және жоқ, ана чумаға қарсы ол жазды ғой, ол не індетке қарсы. Чума? Оба. Дұрыс. Жазды ғой. Как міне жазған ғой. 1916 деген жазу болу керек сон тауындар. 1916 деген жазу болу керек. Қосымша дерек 1916. Яғни подсказка ғой бұл. 1916. Яғни сіздерге жеңілдік беріп 1916 болу керек. Қосымша дерек көздері. Бұл мына Халелге байланысты осы арада ғой. Атауы? Жауабы сонда кітаптың аты ма? Кітаптың аты негізі міне как бороться с чумой среди киргизского населения. Оң жағыңызда Халел Досмұхамедовке арналған музей залына өтіңіз дейді. Төлеген Жанабай ұлының халқы мен етене қала Халел Хәкім кітабында Мұстафа Шоқайдың әйелі Мария Яковлевна Шоқайдың менің Мұстафам атты естелігінде Халел мен Мұстафаның кездесуі жайлы баяндайды дейді. Музей ішінен Төлеген Жанабайұлының кітабын тауып, Мұстафа Шоқайдың әйелі Мария Яковлевна Шоқай Халел мен Мұстафаның кездесуі туралы жазылған оқиғаны айтып беріңіз дейді. Оқиғаны іздейміз в общем. Оқиға. Сонымен оқиға дейді. Сұрақ оқиғаны оқып айтып беріңіз дейді. Халел тану. Төлеген Жанабайұлы кітабын табыңдар дейді. Төлеген Жанабайұлының кітабын. Төлеген Жанабайұлы туралы жалпы директор білеміз бе? Жоқ, Мұстафа Шоқайдың әйелі Мария Яковлевнаның айтқан баяндамасы бар. Сол кітап тауып алайық бірінші. Төлеген Жанабайұлының деген көріпсіңдер ма?
Халел Атырау университеті жоқ. Кітап. Алаш деген Зейнулла Сәнік бұл емес. Мына жақта бар, мына ағартушы Халел дейді. Кім? Авторларын қалаңыздар. Халел Смахметов, так. Халел Хаким, халқым. Міне Төлеген Жанабайұлы таптық. Аламыз ба кітапты ал. Алыңыздар. 72-ші бет Халелдің несі? 72-ші міне таптық. Енді несін табу керек? Мұстафа Шоқайдың әйелі кездесуі туралы баяндаған оқып беріңіз дейді. Ұлт азаттық қозғалыстың көрнекті қайраткері, бүкіл әлем ұлт перзенті Мұстафа Шоқайдың танымал шығарманың 3 томын енген оның әйелі Мария Яковлевна Шоқайдың «Менің Мұстафам» атты естеліктен топтамасын «Шөл далада» деген бөлімінде Мұстафа мен Марияның Ақтөбе аймағына қарасы Темір ауылынан арбамен келіп, Халелдің үйіне түсетін жері баяндалады. Дұрыс, дәл жауап бердіңіздер. 3-ші сұраққа. Халел Сухайтин 1938 жылы 26 шілде жасалған саяси айыппен екінші рет тұтқынға алынып, әуелі Мәскеу, кейін Алматы түрмесіне отырды. 1939 жылы 24 жылы Қазақ СССР ішкі істер комиссариатында әскери тергеу үкіметі ату жасаған. Бұл үкім күшін 1958 жылы күшін жояды. Күшін жоя ма? Қайдан таптыңыздар? Дайындалдық қой. Дайындалдыңдар ма? Санкт-Петербургте императорлық әскери медициналық академия бітірген студент кезінде Халелдің суреті табылды. Санкт-Петербург 1909. Мына жерде болып жүр. Кеттік. Сонымен 5-ші сұрақтамыз. 5-ші сұрақ. Мына императорлық әскери медицина академиясын бітірген кезінде Санкт-Петербург қаласы 9 қазан 1909 жыл. 5-ші сұрақ таптық. 6-шы Сонымен 5-ші сұрақ жауабы? Мына жерде суретін табыңыз дейді ғой. Досмұхамед Машақов Халел Досмұхамедұлына берілген анықтама құжатты тауып оқып шығыңыз. Досмұхамед Машақов деген тауыңыз. Осы жерде сізге сұрақ туындайды. Машақов деген кім? Машақов деген кім? Ал, кеттік ал. Gençleringizde 12 минуттай қалды. Сіздер 5-ші сұрақтасыздар. Қарқын жаман емес. Бар ма? Машақов деген кім? Сонымен іздейміз. Қосымша дерек Халел Досмұхамед оның өмірі мен шығармашылығы 7-ші тарау дейді. 7-ші тарау деген ол қай жер ол? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші тарау дейді. Құжаттардан Машақов деген бар ма? Қараңдар. Жоқ. Интернеттің көмегімен жүгінуге болады. Интернеттің көмегінде. Ал менде мына жерде жеңілдік болады. Интернеттің көмегіне жүгінуге болады осы жерде. Досмұхамед 2 сұрақ қалды. 6, 7, 8. Интернет қараймыз ба? Қарау бола ма? Қарайсыздар ма? Досмұхамедов Машақов деген фамилияда. Досмұхамедов Машақов деген кім дейді? Машақов деген кім? Қарашы, Машақов. Екеуінде де фамилияны қосқанмен алыпты. Не үшін? Көреміз қазір. Досмұхамед және де Машақов дейді. Машақов деген кім? Қасына бірге жазайықшы. Машақов, Досмұхамедов, басып көрсеңіздер де болады. Яғни қосқанмен алып тұр ғой. Мүмкін ақпарат берер. Ғаламтор. Ғаламторға жүгінейік. Команда мүшелері Айдана мен Нұра іздеп кетті. Қосымша дерек көздері айтылған. Халел Досмұхамед оның өмірі мен шығармашылығы 7-ші тарау дейді. Өмірі мен шығармашылығы туралы байқап тұрмыз осы жерден студенттерді. Этнор тарихы, Алашорда, Халел. Почему Машақов? Машақов деген так, мында жазылған, орысша жазылған екен да, так. Көрек, мүгім ары. Қызылға Байфеды Емел 9 против Уральской импературы так Вайтаус, событие 999. Сонымен. Так, скончался жена его постоянно Досмұхамедова. Неге Машақов? Неге Машақов? Көрейікші. Оғардан көріңіздер, астынан көріңіздер, қараңыздар. Жоқ екен. Бұны қараймыз. Машақов, Досмұхамедов, Халел дейді. 2 фамилияны алып тұр, е? Мұны, Дилсы дейді. Сонымен? Оның әкесі Машақов. Оның әкесі? Тумаш Жайықты. Оның әкесі Машақов Байнақұлы. Тумаш Жайық беріш, мамасы... Жоқ, қараңыздар, ego отец дейді. Оның әкесі Машақов. Сол өзінің әкесінің... Оның әкесі болып тұр ма екен? Әкесінің атын алған ғой, Машақов деген Халел Досмұхамедовтың әкесі. Әкесі.
жазамыз. Халелдің әкесі Досмұхамед Машақұлы 1850 жылы туылған. Атырау облысы Қызылқоға ауданында Тайсоран. Әкесінің? Иә. Иә. Сонда Халелдің атасы. Халел Досмұхамедұлының әкесінің әкесі, яғни Халел Досмұхамедұлының атасы Машақ деген кісі бар. атасы, әкесі емес, атасы болып тұр. Олай кетті. Уақытын жоғалтып жатырмыз. Қалантыра сенбеу, кітапқа сену керек. Барлық білім кітапта. Екі фамилияны алып жүрген екен, иә, оны көрдік. Сол мен мынарада сол сұраққа байланысты, ғаламтордың беріп тұрған мәліметі басқаша да, кітапта бана басқаша мәлімет екен да. Сол мен түсінгенім, бұдан да бір не шығаруға болады, ол кітапқа сену керек екен да, кітапта тура нақты жазылады екен. 7-ші Халел әкесі, атасы. Елімізде қанша уақыт қалды? Университетінің жаңа ғимаратына 10 минут қалды. дәліз бойында ұлт руханият даңқты туындыларымен, тақырыптың байлығымен, жанрлық қырларымен әлемдік байытып, өмірдегі өрнекті өнегелерімен халық жүрегіне жол тапқан ұлы даналар атты фотокөрмесі орналасқан. Көрмеден қазақ халқы бесарыс үш бәйтерек деп атқан тұлғаларды табу. Үш бәйтерек ол деген бізде Ильяс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин. Жазау. Бесарыс Міржақов Дулатов, сосын Шәкәрім Құдайбердіұлы, сосын Міржақов Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, сосын кім болу керек? Жүсіпбек Аймауытов болу керек. Жүсіпбек Аймауытов, сосын 5-шісі Ахмет Байтұрсынов па? Ахмет Байтұрсынов па? Все, кеттік онда. Кеттік. Сонымен? Так, мына жерде жоқ. Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин. Бұл бізде үш бәйтерек. Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақов Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, және де 5-ші. Бана шатасып отырған сияқтымыз, Ахмет Байтұрсынов. Қараңыздар. Қараш. 5-ші арыста өзгертуіміз керек болады. Ахмет Байтұрсынов. Мағжан Жұмабаев, Сұлтан Махмұд Тұрайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақов Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынов емес, оның орнына Сұлтан Махмұд Тұрайғыров. Тоқ. Бізде Алашордаға байланысты болғасын, Алашорда туралы ғаламтордан Алашорда туралы барлық ақпараттардың бәрін қарадық. Сол себепті осы ақындарымыз, ғалымдарымыз осы Алашордаға қатысты болғасын жерде осы туралы біздер көбірек есімізде сақтадық. Үш бәйтерек, бесарыс туралы. 8-ші тапсырма берілген ұғымға қатысты сөздермен сәйкестендір және музей экспозициясы табыңыз. Ақина, қанжар, сақ, пышақ, тасқасыр, аңсыз. Төменге ана археологияға барамыз. Кеттік, жүгірейік онда. Давай, тездет. Білмеймін, солға қарай орналасқан, археологияға еқті. Өзім сұрақты оқып жүрек, Кері оқып жүрем, бері оғанш, астын бері оғанш. Берілген ұғымға қатысты сөздермен сәйкестендір және музей экспозициясынан табыңыз. Ақинақ, қанжар, сақ, пышақ, тасқасыры, аңсыз, темірдер. Қайсына сәйкес келеді? Есімде ме бірінші кезеңде біздер осы сұрақты қойған болатынбыз. Есімде қиналып қалдық. Қанша уақыт жоғалып қалдыңыздар? Көп жүрдік. Яғни сол сұраққа көп жүрдіңіздер. Қалған сұрақтарға сіздер жауап таптық. Шапшын жауап бердіңіздер, бірақ ақинақ деген не екенін, бірақ соның сабақ алды ма екен деген не? Ойменен кері біз сұрақты қойдық, сонымен бұл сұрақтың жауабы? О, бізде міне қанжар. Қанжар, дұрыс. Міне қатесін түзеткен адам кім? Біз. Данышпан, біз дейді. Енді 8 сұрақтың 8-не жауап бердік. Сосын не айтайын дегенім, бана біз 5 арысты жазған кезде біз дұрыс жаздық. Онымен ол кісінің банаға Ахмет Байтұрсыновтың банаға несі болған жоқ портрет. Сол себепті біз Сұлтан Махмұд Тұрайғыровты өзгерттік қой, өткен басында тұрғасын. Сол себепті біз қайтып өзгертіп Ахмет Байтұрсыновқа, яғни 5 арыстың 5-ші мүшесі. Уақыттар ешіне, уақыты толықсын ба? Бітсін ба уақыт? Бітті. Барлық сұрақтар бір қарап шығайық. Бірінші тапсырманы өттік, екіні университетке 1916 жылы банағы среди киргизский население болып, үшіншісі банағыны таптық, дұрыс, төртіншісі Халел Досмұхамедов 1958 жылы, мен білем, потому что кеше ол Алматы қаласына атылған болып, 58 жылы оның атын ақтап шығарған болды. 1909 жылы Санкт-Петербург қазасына банк көрсеттік суретін, Машақов деген атасы болды. Енді шыма информация біліп, білмегеді. Халел Досмұхамедов барлығы дұрыс, барлығы
сәйкес уақыт тоқтатсын. тоқтатылсын. Бітті. Ойын жақсы болды. Бәрі жарайсыздар. Жалпы ойын квест ойыны Халел Досмұхамед университетінде өтеді дегендіктен ең бірінші үйден Халел туралы мәліметтер алған болатынмын. Жалпы ең бірінші сұрақ оның жылы туралы келеді деп, қай жылы дүниеге келген, яғни 1883 жыл дүниеге келгендігін есіме сақтадым деуге болады. Және де оның 38 жылдары жала жабылып түрмеге түскендігі, 39 жыл қайтыс болғандығы туралы мәліметтер білдім. Және де оның көптеген еңбектері, және де қаншалықты дәрігер болғандығы маған таңсық болды. Сол туралы білдім деуге болады. Ал көрермен, бүгін міне Губстан командасы өз тапсырмаларын орындады. 8 сұраққа 8-не жауап берді. Әлі де оларда еншілерінде 2 минут қалды. Келесі кезеңге өтетін болса, ол 2 минуттары қосымша көмек болып қосылады. Олай болса, біз сұрақ тексеріп көрейік. Жауаптарыңызды біздің жауаптарымен салыстырайық. Кеттік па? Бірінші тапсырмаларыңыз, яғни сөз жұмбақтың Халел Досмұхамед мына тігінен тұрған бойында барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Айтпай қойын, Нұрмахан Жантөрин, тағы да Мұрат Мөңкеұлы Шықияның авторы, оны көрдік, жақсы жауап бердің есік алдында. Содан кейін екінші сұрақ бізде. Университетке келген бойда алдыңда үлкен студент тұрады. Өз кезеңінде оба індетіне қарсы күрес әдіс тәсілдерін түгелі қамтыған еңбек қалай аталады, және кітап мұқабасын табыңыз. 1924 жыл «Как бороться чумой среди кризисского народа». Дұрыс. Үшінші тапсырма. Оң жағында Досмұхамед арналған музей залына өтіңіз. Төлеген Жаңабайұлының «Халқымен етене Халел Хакім» кітабында деп айтылған, яғни Мұстафа Шоқайдың әйелі Мария Яковлевна Шоқайдың «Менің Мұстафа аттестігінде Халел Мұстафаның кездесуі жайлы баяндайды». Сол баяндаманы дәл тауып оқып бердіңіз. 72-ші бетте Халелдің ставкасы айтылады. Төртінші тапсырма бізде. Төртінші тапсырма. Халел Досмұхамед 1938-26 жылыда қалған саяси айыппен екінші рет тұтқынға алынып, әуелі Мәскеу, кейін Алматы түрмесіне отырды. 1934 сәуірде Қазақ КСР ішкі істер халыққа мәслихатында әскери трибуналда үкімнің ату жазасына кесілді. Бұл үкім қай үшін қай жойды дейме? Бұл үкім қай жыл үшін жойды? 1958 жыл. Дұрыс жауап бердіңіз. 5-ші тапсырмада Санкт-Петербург 9 қазан 1909 жыл. Яғни императордың әскери медициналық академиясын бітірген студент кездегі Халелдің суретін табыңыз дейді. Сонымен 6-шы тапсырма Досмұхамед Машақов Халел Досмұхамедұлы не үшін екі фамилияны алды? Бұл кісі атасы бірген. Оны біз таптық. Нұрай кітаптан тапты, бірақ бізге ғаламтор басқа ақпарат берді. Кітаптан тапқаны өте дұрыс болды. Сонымен 8-ші тапсырманың жауабы Қанжар. Ақинақтан Қанжар. Сонымен онда бұрын қатар команданың мүшелеріне айтыңыздар. Міне эфир тұрып пайдаланып, Ақинақ деген Ақинақ ол Қанжар. Қанжар екен. Банада 7-ші сұраққа айтайық. 5 арыс пен 3 бәйтеректі кері айтасыз ба, жатқа білесіз ғой, иә? 3 бәйтерек Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, сосын Бейімбет Майлин. 5 арыс дегеніміз ол Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Шәкәрім Құдайбердіұлы және Міржақып Дулатов. Дұрыс. Дәл жауап бердіңіздер. Сұлтан Махмұд Торайты шатасып кеттіңіздер, бірақ өздерінің уақыттарыңыз бар. Егер уақыттарың болмаған кезде солай тоқтатылып, жауап қабылданып кетер еді. Жақсы ойын өтті. Енді келесі кезеңге өтесіздер ме? Мүмкін өтпей қаласыздар ма? Біздің қолымызда емес, басқа командалардың ойындары шешеді. Бірақ қарқын жаман емес. Келесі кезеңге өтулеріңізде сәттілік тілеймін. Бұйырса, Атырау облыстық тарих-өлкетану музейімен қызметкермен бірлесе отырып, Атырау арнасымен қызметкермен бірлесе отырып, Шығыс Қазақстан облысы Семей өңіріне саяхат жасау сіздерге де бұйырсын. Әсер жақсы. Осындай бағдарламалар көп болса деген ойдамын, өйткені білмеген заттарымызды біліп жатыр. Бұл біздерге, жастарға көп көмек деймін. Алдағы уақытта керек болады, қажет болады. Білмесек оның барлығы ұят. Банағыда қайталап болған заттарға шолу жасап жатыр. Бұның барлығы жақсы деп ойлаймын. Пайдасы көп, пайдасы бар. Біздің команда мүшелерімен банағыда ойынның қарқынына қарап, олай сырттай баға беріп қарайын өз-өзімізге. Біз женеміз деген ойдамыз, келесі турға өтеміз деген ойдамыз. Бізде андай сенімділік бар.
тек алға осындай бағдарламалар көп болсын. Рахмет сіздерге. Мен өзім студент болғандықтан көптеген жаңағы ақиқ деген туралы, және де халялдың ақинақ туралы, және де халялдың өмірбаяны туралы көптеген және де топпен ұйымдасып жұмыс жасау мен үшін ерекше әсер етті деуге болады. Ал біздер Халел Досмұхамед атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Халел музейіндеміз. Өздеріңіз көргендей, жалпы Халел Досмұхамед туралы көп мәлімет, мағлұматқа қанық болған боларсыздар, иә? Жеткіншек. Иә, бүгін білмеген заттарымызды білдік. Атасының банағы тегін алып жүрген фамилиясын, иә. Екі фамилияны алып жүрген. Екі фамилияны алып жүрген. Сосын банағыдай өзіміздің 5 арысымыз 3 бәйтерекке қайтып шолу жасап шықты. Одан бөлек банағы 1958 жылы ақталғанында біліп жатырық команда мүшелерімен бірге барлық. Одан кейін банағы сыртта болған, енді қиын сұрағы сол, ең бірінші қиын сұрақ сол бар. Көп уақытымыз сөз жұмбақ шешу. Қаламыздың қоғам қайраткерлері, банағы академиктермен таныстық, актерлармен таныстық. Біршама көп мәліметті бүгін білдік. Сәттілік тілейміз. Келесі кезеңге өтулеріңізге тілектеспін. Ал құрметті көрермен, бүгін жақсы ойын көрсеткен Губстан командасы. Тек қана сәттілік. Келесі кездескенше сау, саламатты болыңыздар. Сау болыңыздар. Бүгін біз Алаш Орданың негізін қалаушы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне ерекше ойнау стилі бәрі болды. Келесі кездескенше